Бұл уже лайфхак емес шығар, бәрі білетін информация шығар уже, иә. Бұрын ол бюджетный организация, госорганизацияларда, потом НАОларда, национальный акционерный обществоларда қолданылатын налоговый кодекстің, по-моему, қателеспесем, 348 бабына сәйкес, егер сіздің отбасы банкте ипотекаңыз бар болса, ипотеканың суммасына және банктің төлейтін процентіндегі суммасына сәйкес, сіздің айлығыңыздан ай сайынғы ұсталатын 10% налог сіздің отбасы банктегі ипотекаңыздың именно процентін жабуға кететін суммасына байланысты сізде налог ұсталатын налогтың суммасы азаяды. Енді 2025 жылы бұл бұрын балабақша, мектеп, поликлиника, университет, тағы не қандай бюджет гос организация жұмыс істейтін сотрудниктар барып ай сайынғы графиктарын көрсететін, ипотека төлейтін және төлеген квитанциясын апаратын, сөйтіп бухгалтерияларына барып заявление жазу арқылы ұсталатын налогтың суммасын азайтатын. Енді 2025 жылы оның қатарына қосылды, университетте оқитын студент баласы бар, көп балалы деген сияқты категориялар қосылды. Енді 2025 жылы отбасы банкте ипотекаңыз бар болса, тоже налог сізден аз ұсталады. Ол әр адамда әртүрлі болады. Мысалы, мен 140 ол төлейді, мен де төлеймін, неге екеумізде неге екі разница деп айтуға болмайды, потому что сіздің отбасы банктегі ипотеканың процентін төлейтін суммаға байланысты болып келеді. Енді оны бүкіл новостидан айтты, бүкіл тиктокта, бүкіл ютубта жүрді ғой, енді оны барлықтарыңыз білетін шығарсыздар, алдағы уақытта отбасы банкте ипотека алсаңыздар, ары бері жүрген кезде ұмытып кетпеңіздер, обязательно заявление жазып, 5 мың, 10 мың болса да это рөл ойнайтын сумма ғой.